Бастамас бұрын әдеттегідей лайк басып YouTube арнама жазылуды ұмытпаңыз. Және анимеден бастайық. Екінші сезон Сейзо жеңілісінен кейін команданың жаттығуларымен басталады. Кек алу үшін олар бірнеше есе күшті болу керек, және бұл үшін оларға Такеда көмектеседі. Ол командаға Токиоға баратынын хабарлайды. Жыл сайын Карадачи академиясында бірнеше командадан тұратын оқу-жаттығу жиыны ұйымдастырылады. Және Некома жаттықтырушының шақыруының арқасында Карасуна өте күшті командалармен жаттығу мүмкіндігіне ие болады. Сондай-ақ ол бұдан кейін Некома командасының тағы бір оқу-жаттығу жиынын өткізетінін және оған жету үшін көп күш салу керек екенін хабарлайды. Команда қарқынды жаттығуларға кіріседі және жүгірулердің бірінде Кагияма мен Хината жарысып алдам қалған сонша олар бәрінен қалай қашып кеткенін байқамай қалады және олар Ваканаға дейін жүгірді. Онда Шираторизава академиясы жақын жеріне орналасқан және жаңа ғана Вакатоши сол жаққа қарай бет алады. Осы мүмкіндікті пайдалана отырып Хината мен Кагияма оның мектебіне экскурсияға баруды өтінді. Мектепке жеткенде Вакатоши жігіттерге оның командасы колледж ойыншыларына қарсы дайындалып жатқанын айта бастайды. Өйткені мектеп командалары оларға қарсы тұра алмайды. Ол сондай-ақ Айкаваның Кагиямадан басты айырмашылығы тамаша байланыстырушы екенін айтады. Өйткені ол командаға тек ең дұрыс нәрсе әкеледі және ол оны өз орнына шақыруға бірнеше рет тырысты. Бірақ ол Кагияма мен Хинатаның ойынын цементке теңейді. Әрине, олар мұны жақсы қабылдап, оны матчта не болса да жеңуге уәде берді. Мектепке қайта оралып, олар емтиханның жақында болатынын және кенеттен сәтсіздікке ұшыраса, Токиоға ешбір саяхатқа бара алмайтындарын хабарлайды. Капитан Дайчи өз командасын жақсы оқуға мәжбүрлейді және бұл әсіресе волейболдан басқа ойлары жоқ Хината, Кагияма, Танака және Ишинояға қатысты. Қазіргі уақытта Шимизу өзінің орнына шұғыл түрде адам іздейді. Себебі ол 3-ші курста оқиды. Бұл командаға келесі жылдан бастап жаңа менеджер қажет дегенді білдіреді. Бірінші курс Хитока бұл рөлге өте жақсы болды және Шимизу оған бәрін үйретеді. Ол жақсы оқушы болғандықтан Хината мен Кагияма одан оқуына көмек сұрайды. Хитока келісіп жігіттерге көмектесе бастайды. Бірақ осы уақыт бойы ол өзін Б азаматшасы деп санайтындықтан командаға қосылудың қажеті бар ма деп күмәнданады. Бірақ Карасуна жаттығуын көргеннен кейін ол команданың тартымдылығын түсінді және оның рөлін қабылдауға келіседі. Соған қарамастан ол әлі күнге дейін анасының себебінен біраз алаңдаушылықты бастан кешіреді. Ол оған шын жүректен жақсы көретін іспен айналысатын адамдарға араласпау керектігін айтты. Өйткені ол өз немқұрайлығымен оларға жай ғана кедергі жасайды. Дегенмен Хината Хитока әлемдегі ең жақсы Б азамат екенін айтып сенімін ұялатты. Соның арқасында ол әлі күнге дейін анасының разылығын алып Карасуна орта мектебінің волейбол үйірмесіне қатысады. Команда Токиоға аттанатында күн жетті. Хината мен Кагияма емтиханнан өте алмағаны белгілі болды. Яғни олар жолдама алмайды. Карасуна Токиоға оларсыз келді. Бірақ бұл екеуі әлі де командаға қосылуға бел буады. Сондықтан олар емтихандарды сәтті тапсырып Токиоға бару мүмкіндігін алады. Және Танаканың Саека есімді үлкен әпкесі оларға көмектеседі. Кеш болса да Хината мен Кагияма Токиоға жетті. Жаттығу жиынында Карасуна мен үйреншікті Некомадан басқа 3 команданың ішінен ерекше көзге түсетіні Фукарадани академиясы болады. Елдегі үздік 5 ойыншының бірі ретінде танылған Бокута есімді шабуылшысы бар ұлттық деңгейдегі команда. Сонымен қатар Некоманың Лев есімді жаңа жартылай ресейлік ойыншысы бар. Ол волейболға жаңадан келген, бірақ қазірдің өзінде тамаша ойыншы болып саналады. Сонымен қатар ол Хинатаға олардың жылдам шабуыл көрсетуін міндетті түрде тоқтатамын деп уәде берді. Матчты ойнап жатқанда Хината өздерінің жылдам берулерін бұрынғыдай тиімді емес екенін түсінеді. Өйткені бірде-бір ойыншы оны жаба алмады. Яғни олар бір нәрсені өзгерту керек. Ол жай ғана ауада күресуді үйрену керек екенін түсінеді. Ал бұл үшін соққы кезінде көзді ашу керек. Оны үйрену үшін уақыттары да тығыз еді. Ол Кагиямаға осы сұрақпен келеді. Бірақ ол қазірдің өзінде жақсы жұмыс істеп тұрған тактиканы өзгертпейтінін айтады. Бапкер Кейшен онымен келіседі. Кагияма бекерден бекер бас тартпағанын айтады. Ал Хинатаның идеясы жұмыс істемеуі мүмкін. Оқу-жаттығу жиыны аяқталуға жақын және Карасуна командасының шұғыл түрде шыңдалу керек екені белгілі болды. Өйткені қазір олардың мұндай ойынды ұлттық деңгейде ойнауға мүмкіндігі жоқ. Мектепке оралған Хината Кагиямадан онымен бірге жаттығуды сұрайды. Оның соққылары кезінде Хината допқа назар аударады. Сондықтан оның секіру әлде қайда төмен, яғни соққының өзін жүзеге асыру мүмкін емес. Кагияма бұл туралы жаңа жылдан беруге уақыт жоғалтудың қажеті жоқ деп есептейді. Оның орнына олар басқа әдістерге назар аударған дұрыс болар еді. Өйткені күзгі турнирге аз ғана уақыт қалды. Бұл Хинатаға ұнамады. Егер ол жаңа жылдан беруді меңгере алмаса, ол ауада ойнай алмайды. Бұл оның турнирде өзін көрсете алмайтынын білдіреді. Олардың жанжалы төбелеске ұласып, оны тек Танака ғана тоқтата алады. Осы уақытта Кейшин Хинатаның ойынын қалай жақсартуға болатынын ойлап жүрді. Ол Хинатаның ауада күресетін жолын тапса, олардың дуэті жаңа деңгейге шығады деген қорытындыға келеді. Ал Хината
тіпті ол кезде кішкентай алыптан да асып түседі. Дәл осы сәтте Хинатаның өзі дүкенге қалай күшейе аламын деген сұрақпен келеді. Бұл мәселені шешу үшін олар Кейшиннің атасы мен ескі Карасуны жаттықтырушысы Икейге барады. Хината өзінің сыртқы түрімен және мінез құлқымен Икейге кішкентай гигантты еске түсіреді. Сондықтан ол Хинатаны оқыту міндетін ықыласпен алады. Ол оған былай деді: ойыншы қаншалықты дарынды болса да, жылдам шабуылдаудың қалай өту керектігін шабуылдаушы ойыншы шешеді, және оған көмектесу үшін Икей оны өзінің кіші тобының жаттығуларына апарады. Жолда 3 шабуыл жылдамдығы принципін түсіндіреді. Хината 3-ші және 2-ші қарқынға тосқауыл қоя алды, бірақ ол 1-шіге жете алмады, және Икей ең күшті шабуылдаушы басқара алатын шабуыл екенін түсіндіреді. Мұны естіген Кейшин Кагияманың да жаттығу керек екенін түсініп, оны іздеуге асықты. Кагияма осы кезде кездейсоқ Айкавамен кездесіп, оның кеңесін сұрауға мүмкіндік алады. Ол Хината олардың жылдам шабуылын өзгерткісі келетін, осылайша көзін ашып соғуға болатынын айтады. Бірақ оның айтуынша мұны істеу оңай емес. Сонымен қатар бұл қолайлы емес. Бұған жауап ретінде Айкава одан Кагияма шабуылшы ретінде Хинатаға қажетті пастарды жасайма деп сұрайды. Егер Кагияма Хинатаның өтінішін елемей жылдам пасын өзгертпесе, ол ешкім ойнамайтын диктатор болып қала береді. Сол кезде Кагияма Кейшинді тауып алып, оны тез арада залға апарады. Ол Хината одан қандай хабар сұрап жатқанын түсіндіреді. Тұрақты жылдам пастың жылдамдығы мен бұрышы тым көп, сондықтан Хината оны басқара алмайды. Оның орнына ол допты Хинатаның алдына бір сәт айналдырып, ауада күресуге мүмкіндік беретін пас жасау керек. Әрине, Кагиямада мұндай күрделі трансфер жасау оңай емес. Сондықтан ол Хината сияқты жеке дағдыларын жетілдіру үшін бір-бірінен бөлек жаттыға бастайды. Команданың қалған бөлігі де ойыншылар өз ойынын өзінше жақсартуға тырысты. Асахи өз қызметінде жұмыс істеуі керек екенін түсінді, сондықтан өз аспектіге көп уақыт бөлді. Нишиноэ команданың либеро ойыншысы Сейзо сияқты командаға көмектесуге мүмкіндік беретін пастарды меңгергісі келеді. Қалған ойыншылар бір команданың ойыны кезінде синхрондалған шабуылды байқайды, сондықтан олар да оны үйренуге тырысты. Жалпы, Цукишимадан басқа барлық ойыншылар шеберліктерін шыңдау үшін жұмыс істеді. Өйткені Цукидің ойынша өзіңді жұмысыңа көбірек арнап, кейін бәрі сәтсіз болса, сұмдық қиналасың дейді. Цукишима өзінің техникасы зор болғанына қарамастан оған бар күшін салмайтын қабілетті ойыншы. Дегенмен уақыт өтіп командаға тағы бір оқу-жаттығу жиынына бару керек. Содан кейін көптен күткен көктемгі турнир басталады. Осы жерге келген жігіттер Укарадачиге қарсы ойнай бастайды. Оның барысында барлық ойыншылар жаңадан алған қозғалыстарын қолдануға тырысты. Дегенмен олардың әрқайсысы сәтсіздікке ұшырайды, яғни олар матчтан жеңіледі. Жеңіліс үшін айыппұл жарияланады. Ол үшін бүкіл команда тік төбеге жүгіруге мәжбүр болды. Бокуто мен Куроның жаттығу күні аяқталғаннан кейін команда капитаны Некома Цукишимадан олармен бірге жаттығуды сұрайды. Мұндай сұмдық шабуылшылармен жаттығу мүмкіндігі жиі бола бермейді. Сондықтан бұл кез келген бұғаттаушы үшін таптырмас мүмкіндік. Бірақ Цукишима тағы бір рет көңіліне алғысы келмеді. Сондықтан ол мұндай ұсыныстан бас тартты. Дегенмен Куро Цукишиманың жынына тиіп, әлі де өздерінің жаттығуларына қосылуына үгіттеді. Жаттығу кезінде Бокуто Цукишиманың ойыны жақсы, бірақ оның блоктары өте әлсіз екенін байқайды. Куро осы темппен Хината оны тез басып озатынын айтады. Мұндай сөздер Цукишимаға қатты әсер етеді. Сондықтан бірінші мүмкіндікте ол оларды тастап кетеді. Келесі күні Карасунаның командасы барлық жаттығу матчтарында жеңіліп қалады. Олар күні бойы сол төбеге жүгіріп шықты. Үзіліс кезінде Куро Дайчиге жақындап Цукишиманы ренжіткен үшін кешірім сұрайды. Дайчи оған бұрын Цукишиманың тегіне ұқсас ойыншы Карасунада ойнағанын және бұл реакцияның артында қандай да бір жарақат тұрғанын айтады. Содан кейін матчтар жалғасады және Карасуна олардан сәтті жеңіледі. Содан кейін Цукишима Асахиге сұрақ қояды. Ол Хината одан аса титулын тартып алады деп қорықпайды ма дейді. Оған Асахи жауап береді. Өйткені үшеуі де бір позицияда ойнайды. Сол позицияда олар Хинатаның өсуін басқаларға қарағанда қатты қалайды. Бірақ бұған қарамастан Хинатаның мүмкіндіктерінің жылдам өсуі Асахиді ынталандырады және ол Хинатаға команданың эйс атағын ешқашан бермей күресетініне ант береді. Содан кейін Цукишиманың басқаларға ұқсамайтынын байқайды және бұлай жалғаса берсе, ол өзіне негізгі құрамдағы орынға кепілдік бере алмайды. Мұның бәрі оның ағасына қатысты екені белгілі болды. Цукишима кішкентай кезінде оның үлкен ағасы Карасуна орта мектебінде жаңадан түскен. Орта мектепте ол өз командасының эйсі болды және одан да күшті Карасунаға ауысқанда оның айтуынша ол әлі де команданың ойыншысы және негізгі ойыншысы болып қала берді. Ол өзінің жақсы көретін нәрсесіне көп уақыт пен күш жұмсады. Бірақ сонымен бірге Цукишима
Цукишиманың матчтарына қатысуына рұқсат бермеді. Осылай 3 жыл жалғасты. Кейін Цукишима ағасының соңғы ойындарының біріне келуге шешім қабылдайды. Бірақ таңғаларлығы, Карасунаның командасының эйсі оның ағасы емес, кішкентай гигант болды, ал оның ағасы алдыңғы қатарда қолдау көрсететін жерде отырады. Бұл оқиға екі ағайындыға әсер етпей қоймады, және осыны ойлап Цукишима Бокуто мен Куроның залына кіреді. Ол олардан неліктен сонша беріліп ойнайтындарын сұрайды. Өйткені волейбол тек ойын. Бұған Бокуто Цукишиманың проблемасы оның нашар ойында деп жауап береді. Ол ойынға бар күшін салып, мүмкіндігінің шегіне жеткенде ол волейбол ойнаудан керемет ләззат алады. Бұл сөздер Цукишимаға әлі де әсер ете алды. Осыдан кейін ол олармен бірге жаттыға бастайды. Келесі күні Карасуна қайтадан Укараданиге қарсы ойнайды. Ойын барысында олар Бокутоның шабуылдарын тоқтата алмайды, және Кейшин оған тосқауыл қоюдың қажеті жоқ екенін айтады, және олар ойынды басқарудың басқа жолын табуы керек. Бұған Цукишима ештеңені өзгертудің қажеті жоқ деп жауап береді, және ол Бокутоны тоқтатуды өзі шеше алады. Осылайша бірінші рет бастаманы көрсетті. Содан кейін Карасунаның командасы Некомаға қарсы ойнайды, және олардың матчында Кагияма Хинатаға ескі жылдан пас береді. Бұл оны қатты ашуландырады. Әйтеуір бұл пасымен Хинатаға жан ашығандай болды. Шындығында кейбір шабуылдаушылар бірдеңе болмай қалса қатты алаңдай бастайды, және Хината ондай күйге түспеу үшін Кагияма ескі паспен оның сенімділігін қалпына келтіруге шешім қабылдады. Бірақ бұл Хинатаға қажет емес, өйткені ол уайымдау туралы ойлағанда жоқ. Сондықтан бұл мәселені шешу үшін Кагияма жаңа механизмді меңгеру үшін Хинатамен жаттығудан бас тартады. Хинатаның қазіргі жаттығатын ешкімі болмағандықтан, ол Бокуто мен Куромен бірге жаттығу залына барады. Мұнда Цукишимадан басқа Лев пен Акаши де оларға қосылады. Демек, 3-3 ойнауға команда табылды дегенді білдіреді. Бұл матч барысында Куро Хината мен Цукишимаға доптарды жақсырақ бөгеу туралы кеңес береді. Бокуто сондай-ақ Хинатаға блоктаушыны қалай жеңуге болатынын көре алмаса, ол әрқашан саусағымен соға алатынын айтып, өз кеңестерін береді. Бұның бәрі доп тиіп көтерілуіне байланысты ұпай жинау үшін. Куро мен Бокуто Карасунаның қарсыласы болғандықтан, мұндай ақпаратпен бөлісуге дайын екені таңғаларлық. Бірақ Куроның айтуынша, ол мұны Некомата жаттықтырушысы үшін жасайды, өйткені ол сол баяғы қоқыстағы күрес ойынын көргісі келеді. Карасуна командасының барлығында жетістікке жете алмаса да, барлық командалар өздерінің айтарлықтай жақсарғанын және көктемгі турнирде қиын қарсылас болатынын атап өтті. Дегенмен Хината мен Кагияма жаңа жылдам шабуылды әлі сынап көрмеді. Сондықтан Хината оны жаттығу матчында сынап көруді сұрайды. Алайда Кагияма бірден келіспейді, өйткені оның мұндай қиын техниканы орындай алатынына күмәнданады. Бірақ Хината Кагияманың қабілетіне ешқашан күмәнданған емес. Сондықтан Фукараданиге қарсы матчта олар әлі де осы әдістерді меңгере алады. Хинатаны ауада өте мықты қарсылас етеді. Бүкіл команда өз дағдыларын айтарлықтай арттырады, және олар алтауы да керемет ауызбіршілікте. Бірақ олар Фукараданиге қарсы матчта жеңіліп қалады, өйткені Бокуто үздік 5 ойыншының қатарында екені бекерден бекер емес. Ақырында оқу-жаттығу жиыны аяқталып келеді, және Карасуна барлық матчтарында дерлік жеңілсе де, олар айтарлықтай күшейе түсті. Өйткені көктемгі турнирдің алғашқы кездесуі басталғалы тұр. Икей турнирдің бірінші күнін жіберіп ала алмады, және оның бұрынғы командасы оның көңілін қалдырмады. Бірінші қарсыласын еш қиындықсыз жеңді, бірақ олардың келесі қарсыласы Какугава әлде қайда күштірек болуға уәде береді. Өйткені оларда бойы 201 см болатын ойыншысы бар. Оның алып ойыншысының арқасында Какугава бірден бастаманы қолға алады. Ол жақында ғана ойнай бастағанымен бойындағы мұндай үлкен айырмашылық бәрібір оның мықтылығын білдіреді. Дегенмен Хинатаның волейболдағы таланты мен шеберлігі көбірек пайда келеді. Сондықтан Карасунаның да жауабы бар. Икея студенттері Хината мен Кагияманың жаңа жылдан берілуін көріп, ұстаздарынан олардың шабуылының қандай қарқынмен болуын керектігін сұрайды. Оған ол былай деп жауап береді: мұндай жылдамдықтағы шабуыл минус темп болып табылады, және ақырында бойының айырмашылығына қарамастан Карасуна бәрібір жеңіп алға шығады. Бірақ олардың келесі қарсыластары өткен жылы жартылай финалға шыққан Джогензи академиясы болады. Матч алдында Кагияма Сейзоның жаттығуларын бақылауды шешеді. Содан кейін ол ешқашан Айкавадан асып түсе алмайтын туралы қорытындыға келеді. Өйткені ол кез келген команданың байланыстырушысы бола алатын көшбасшысы сияқты. Ол қаншалықты күшті болса да, Кагияма жеміс болса, ол оның барлық шырынын сығып алады. Бұл Вакатошидің айтқаны. Айтпақшы, егер Карасуна кенеттен финалға шықса, онда олар Вакатошиді қалай тоқтатуға болатын ойлану керек, және бұл тапсырма Цукишиманың алдында тұр. Оның блогы өте әлсіз болғандықтан, ол қандай да бір жолмен жақсару керек. Оған ағасы көмектесіп, ерлер командасының жаттығуына келеді. Мұнда Цукишима күшті соққыларға тосқауыл қойып, күшті шабуылшылар
ойыншыларға қалай қарсы тұру керектігін түсінді. Матч болатын күн де келді және аренада Хината финалда бір-бірін қалай жеңетінін талқылап жатқан Айкава мен Вакатошиге тап болады. Бірақ Хината олардың сөзін бөліп, Карасунаның бұл турнирде жеңімпаз болатынын айтты. Дегенмен мұны істеу үшін олар Джаджензиден өтуі керек және олар барлығына сауық кеш деп танылған. Өйткені олардың волейболдағы басты мақсаты ойыннан ләззат алу және олар мұны өте жақсы жасайды. Өйткені олардың еркін ойынын болжау өте қиын. Карасуна синхрондалған шабуылды қолданады. Бұл әдіске олар ұзақ уақыт бойы жаттығады. Мұны көрген Джаджензи командасы оны бірден көшіріп алады. Жалпы олардың ойыны өте абайсыз, бірақ жекелей алғанда олар сапалы ойыншылар. Соған қарамастан бірінші ойын Карасунаның қоржынында болды және Джаджензи командасына бұл ұнамады. Сондықтан олардың менеджерінің соққысынан кейін команда мүмкіндігінше зарядталғанда екінші ойынға кірді. Бірақ Джаджензи қаншалықты жақсы болса да Карасуна одан да мықты болды. Сондықтан екінші партия солардың қарамағында болды. Бұл матчта айтпақшы, әдеттегі Кагияма мен Хинатадан бөлек қорғаныста өзін өте жақсы көрсеткен Дайчидің ойынын басқа ойыншылар жоғары бағалады және дұрыс сөздерді таңдау арқылы ойынға топты дұрыс құра білді. Сондықтан оның күш-жігерінсіз команда Вакатунимен ойнайтын ширек финалға дейін әлі жете алмас еді. Икей бірден командаға Вакатуниді әлсіз деп бағаламау керектігін ескертті. Өйткені олардың қорғанысын Некомамен салыстыруға болады. Сондықтан Хината алдымен оның шабуылдарынан өтпесе алаңдамау керек. Олардың командасының капитаны Такеру және оның бойы кішкентай. Оның ойын стилі ол Хинатадан гөрі кішкентай алыпқа қатты ұқсайды. Дайчи сияқты ол команда рухын көтерген сайын өз командасына үлкен әсер етеді. Командалардың күші бірдей болғандықтан ойын тең болды. Карасуна бірінші ойында минималды есеппен жеңіске жетті. Бірақ ұпай үшін доптың артынан риясыз жүгірген Дайчидің денсаулығы нашарлайды. Алайда бұл оның Танакамен қақтығысуына әкеледі. Бұл Дайчидің есінен танып қалуына себеп болды. Өйткені ол команданың фундаменті болады. Капитанның жоқтығы Кагияма немесе Хинатаның жоқтығынан да жаман. Өйткені оны ауыстыру жұмсақ тілмен айтқанда оңай іс емес. Бірақ Карасунаның командасында мұны бір ғана ойыншы жасай алады. Ол Эношита. Өзінің ойын стилінде Дайчиге барынша жақын команданың екінші жылғы ойыншысы. Әрине ол капитанды оңай алмастыра алмады. Өйткені ойын деңгейіндегі айырмашылықпен қоса Эношита айтарлықтай қобалжыды. Бірақ команда оған қаншалықты сенетінін түсінді. Ол бәрібір өзін қолға алып команданы басқарады. Карасуна екінші ойында жеңілгенімен Эношита команда бапкері Икея болған кездері ойнаған екен. Алғашқы жаттығудан кейін ол командадан кетуге шешім қабылдады. Бірақ өмірінде волейболдың болмауы оған ауыр жаттығулардан гөрі ауыр тиді. Сондықтан өзін жеңгеннен кейін ол өзін әлсіз сезінсе де командаға оралады. Матчта Карасуна командасының барлық ойыншылары аянып қалмай барын салды. Содан кейін Хината допты сақтау үшін орындыққа ұшып кетті. Содан кейін Эношита соңғы күшін команданы құтқаруға жұмсады. Нәтижесінде ол әлі де өзін жайлы сезініп командаға қосыла алады. Соның арқасында қыңыр ойында үшінші ойын Карасуна қоржынына кетті. Содан кейін Дайчи соңғы ойында ойынға қайта оралу мүмкін екенін айтып командаға қосылады. Бірақ Эношитаның ойынын көргеннен соң оны өз орнына шығаруды ешкім ойламайтындай етіп залға кірмеуді жөн көрді. Дайчидің оралуы өте қолайлы болды. Өйткені карасундықтар жартылай финалға шықты. Яғни олар Сейдзе және Датеко жұбының жеңімпазымен ойнауға мәжбүр болады. Айкава мен Сейдзе жалпы алғанда керемет формаға ие болды және қиын жолмен емес, бірақ Датекуды жеңу жолында олар Карасунамен кездеседі. Матч Айкаваның беруімен басталады. Эйстің міндеті гол соғу болды. Осылайша бастаманы қолға алады, бірақ Дайчи оны қайтара алды. Соның арқасында Карасуна алға шықты. Сейдзе соңғы матчпен салыстырғанда Карасунаның айтарлықтай күшейгенін және олардың арсеналына көптеген әдістер қосылғанын атап өтті. Өйткені енді команданың либеро ойыншысы да асқа ыңғайлы пастар жасай алады. Барлық Карасуна бірінші ойында жеңімпаз болатындай болды. Бірақ жаттықтырушы Сейдзе Кинтараны лақап аты құтырған итті алаңға шығарып ауыстыруды жасайды. Карасуна жаңа ойыншыға таң қалды. Өйткені олар оны бірінші рет көріп тұрған еді. Ең бастысы Кинтара өте қызба ойыншы. Оның қиын мінезі мен үлкенді сыйламағаны үшін біраз уақытқа волейбол ойнауға тыйым салынады. Оның қатысуы ойын қарқынын толығымен өзгертті. Оның ойынын Карасунаның ойынын алға жылжытатыны немесе Сейдзе жоспарларын толығымен бұзатын тізгінсіз доппен салыстыруға болады. Бірақ оның күшті ойынына қарамастан өз қателігінен бірінші ойын әлі де Карасунаға өтеді. Екінші ойында Кинтара қайтадан бастаманы қолға алады. Ол жай ғана гол соғады, бірақ қанша рет қателессе де және олар Кинтара ойынға қосылса ғана жеңе алады және Айкава оған көмектесуі керек. Өйткені ойыншы ретінде ол Кинтараның күшін командаға пайда келтіру үшін пайдалана алатын жалғыз ойыншы. Бұл Айкаваның ойынының керемет деңгейін тағы бір рет дәлелдейді. Оның арқасында екінші партия Сейдзе бақылауында және Карасуна шұғыл түрде бір нәрсені өзгерту керек және
және мұны подача беру үшін алаңға кірген Ямагучи жасай алады. Соңғы рет оның да өзін көрсетуге мүмкіндігі болды. Ал Ямагучи тордан өте алмады, бірақ сол сәттен бері көп уақыт өтті. Ямагучи де Карасунадағы басқа ойыншылар сияқты бір орында отырмады. Сондықтан ол беруші ретінде өзінің барлық күшін эйс ұпайларын жинау арқылы көрсете бастайды. Соның арқасында Карасуна Сейзоның бастамасын толығымен жеңіп алды. Дегенмен бұл алаңда тағы да басқа ойыншы тамаша беруінің арқасында мақтан алады. Ол Айкава. Екінші ойында ол күшті соққымен жеңісті жұлып алған. Спортта жеңілген команда есеп айырмасын қайтарып алып, ұпай тең болса, моральдық артықшылыққа ие болады деген ереже бар. Және мұны түсінген Кейшин өз командасын ынталандыруға бар күшін салады. Командалар ұпай алмасу үшін сұмдық күреседі, және бір сәтте Танака Кинтараны өзінің ойынымен арандата бастайды. Бұл оны ашуландырады және оны ауыстыруға мәжбүр етеді. Ол отырып есін жинаған кезде ғана алаңға Кинтараның жаңа және жетілдірген нұсқасы шығады. Ол енді әріптестерімен волейбол ойнай алды. Бұл Карасунаның оны тоқтату үшін 2 есе көп тырысу керек дегенді білдіреді. Соған қарамастан Карасуна ұпай саны бойынша алға шығып, бір сәтте Кагияма финтті пайдаланып, команда үшін ең маңызды ұпайға ие болады. Осыдан кейін Айкава жаттықтырушысымен бұрынғы әңгімесін есіне алады. Кагияманың айқын талантына байланысты ол волейбол ойнауды жалғастыру керек пе деп ойлана бастады. Өйткені сен не істесең де табиғи талантты жеңе алмайсың. Бірақ бапкердің айтуынша, ол осы талантты жеңу үшін қолдан келгеннің бәрін жасағаннан кейін ғана шағымдан алады. Егер ол әлі де дамып жақсара алса, онда Айкава ешқашан тоқтамау керек. Дегенмен Айкава мен қалған Сейзо мүшелерінің барлық күш-жігеріне қарамастан, Хината бұл кездесуге нүкте қойды. Осылайша жеңісті жұлып алып, қастерлі өшін алды. Бұл жеңіліс Сейзоға қатты әсер етті. Әсіресе бұл турнир соңғысы болған 3-ші жыл. Матчтан кейін Айкава Вакатошимен кездеседі. Ол оған өзінің аянышты тәкаппарлығына байланысты Шираторизавадан ойнаудан бас тартқанын айтады. Егер олар бір командада ойнаған болса, Айкава өзінің әлеуетін одан бетер ашар еді. Бірақ Айкава олай ойламайды. Өйткені ешқандай команда жеңіске кепілдік бере алмайды, және ол команданы таңдағанына мүлдем өкінбейді. Соңында Айкава Вакатошиге Кагияма мен абай болу керек деп қосады. Өйткені қазір ол диктатор ретінде емес, ең жоғары деңгейдегі байланыстырушы ретінде ойнайды. Тынымсыз еңбектің арқасында Карасуна ақыры финалға шықты. Онда Шираторизаваға қарсы шығады. Бірақ бұл матчтың қалай аяқталатынын 3-ші сезонда білетін боламыз. Ол туралы бейнебаян жақында шығады. Менің YouTube арнама жазылуды ұмытпаңыз, және келесі бейнеде кездескенше.